Сәлеметсіз бе, есімім Арыстанбеков Артур. Тобым сәрсенбі күні сағат 3-тен 4-ке дейін. Бұл СРС-2. Бұл видеода мен Қабдеш Жұмаділовтің «Академиктің көз жасы» атты шығармасын оқыдым. Және де сол шығармаға байланысты осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Бірінші сұрақ: шығарма авторы туралы не білесіз? Қазақ әдебиетінің классигі, ұлт руханиятының қорғаны Қабдеш Жұмаділов, жазушы, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат, Барыс ордендерінің, Тәуелсіз Тарлан сыйлығының иегері. 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы «Жас дәурен» деген атпен жарық көрді. Бірыңғай проза жазуға ойысқан дара жазушының «Қазақ қайтып барады» атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы, ал «Көкейкесті» романы 1969 жылы жарық көрді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме, хикаяттар, 10 шақты роман туған. Қаламына арқау еткен романдардың көбі тарихи тақырыпқа арналған. Оның 2 кітаптан тұратын «Соңғы көш», «Ата мекен», «Тағдыр» романдары Шыңжаң қазақтарының өмірінен жазылған. Бұл шығармалары жоғарғы бағаланды. Атап айтар болсақ, «Соңғы көш» диалогиясына 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық, 1990 жылы «Тағдыр» романына Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Қазақ әдебиетіне осындай қомақты да құнды романдарын тарту еткен Қабдеш Жұмаділов 20 жасында Алматыға келіп, Мұхтар Әуезовтен тәлім алған. 1951 жылы, яғни 36 жасында жазған «Соңғы көш» романы ең алғаш жазушы баспасында 4 дана етіп басылып, орталық комитетке, тарих институтына, әдебиет институтына, қауіпсіздік комитетінің орталық штабына жіберілген. Сөйтіп, осындай сүзгіден өткеннен кейін ғана тасқа басылып елге тараған. Осының өзі романның қандай жүк көтеріп тұрғанын пайымдауға болады. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне оқуға түскен. Алайда университеттің 2-ші курсынан кейін екі ел арасында саяси жағдайға байланысты кері шақырылған. Кейін Атамекенге оралған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі оқуын жалғастырған. Жазушы болуды алдына мақсат етіп қойған қабырғалы қаламгер ештеңеге дес бермеген. Сөйтіп, Қабдеш Жұмаділов тарихты қайта таразылаған Ілияс Есенберлиннен кейінгі дарабоз тұлға болып қалады. Келесі сұрақ, екінші сұрақ: көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? «Академиктің көз жасы» кітабын оқи отырып, бұл шығармада 1930-1957 жылдар аралығында сталиндік репрессия кезеңіне арналғандығын түсінуге болады. Яғни бұл КСР тарихындағы ең ауыр жылдардың бірі. Жаппай қуғын-сүргін, жазықсыз адамдарды халық жауы деп айыптау, зиялы ғалымдарды, жазушыларды, саясаткерлерді қудалау, тұтас ұлттың рухани басын езу сияқты қасіреттер орын алған уақыт. Шығармада академиктің тағдыры дәл осы саяси қуғын-сүргінмен байланысты суреттеледі. 1937-38 жылдары үлкен террор кезінде көптеген зиялы адамдар жаламен ұсталды, ал шығарманың кейіпкері де осы әділетсіз айыптарға душар болады. Автор академикке тағылған жалған айыптар мен тергеу, қысым, азаптау сияқты кеңестік қауіпсіздік органдарының әдістерін психологиялық тұрғыдан әсерлі көрсетеді. Сонымен қатар шығармадан қазақ зиялыларының жойылуы мен мәдениет пен ғылымға тиген соққыны көруге болады. Бұл кезеңде Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин сияқты тұлғалар атылды немесе қуғындалды.
ал академиктің тағдыры сол трагедияның көркем бейнесі болып жазылған. Шығарма арқылы автор сталиндік репрессияның қазақ зиялылары мен ғылымына тигізген зиянын, әділетсіздікке ұшыраған ұлттық элитаның рухани трагедиясын көрсетуді мақсат етеді. Сонымен қатар ол оқырманға тарихты ұмыттырмау, сол зұлмат жылдарды еске алу қажеттігін де еске салады. Және осы кітаптан кішігірім бір үзінді оқып өтсем, бұлар жол жиегіне тақау қонған 3-4 үйлі бір ауылға бұрылғанды. Естияр біреу кезіксе жол бағытын сұрау ойларында бар еді. Сұмдығай, әлгі ауылда тірі жан жоқ, төрт түлік мал түгіл итекеш итте көрінбейді. Шеткі бір үйдің киіз есігін түсіріп, сыртына ергенек қойып, арқанмен шандып байлап тастапты. Түндігі ашық, қаныш не де болса ерекше көріністің мәнісін білмек болып, ергенекті бекіткен арқанды шешіп, түсірулі киіз есікті жоғары көтере беріп, шалқасынан түсе жаздады. Сұмдығай 3, 5, 7 жастардағы ұлы қыз аралас 5-6 бала есікке таман тырмысып келіпті де, бірін-бірі құшақтаған күйі қатып қалыпты. Шамасы үлкендерді осы ауылдың ұсақ балаларын бір үйге қамаған да өздері талғажау бірдеңе іздеп кеткен беті ауылға қайтып оралмаған. Академиктің көз жасы шығармасында осы үзінді де оқып өткендей ашаршылық туралы айтылған. Бірақ ашаршылық ол жерде негізгі тарихи оқиға емес, ол тарихи кезеңнің қасіретті фон ретінде суреттеледі. Автор 1930-33 жылдардағы ашаршылықты қазақ халқы бастан кешкен ең ауыр зұлматтардың бірі ретінде көрсетіп, оны кейінгі репрессияға ұласқан ұлттық трагедияның алғышарты ретінде бейнелейді. Шығармада академиктің естеліктері арқылы ауылдардың қаңырап қалуы, адамдардың аштықтан қырылуы, сонымен қатар халықтың жан-жаққа бозып кетуі сияқты көріністер қысқа да болса да өте әсерлі түрде берілген. Ашаршылықтың табиғи апат емес, кеңестік биліктің зорлықшыл саясатының салдары ретінде көрсетіліп, елдің рухын сындырған кезең ретінде сипатталады. Бұл қасірет зиялы қауымға жасалған кейінгі қысым мен жаламен тұтқындалудың қоғамға соншалық ауыр әсер ететінін түсіндіретін тарихи фон қызметін атқарады. Академиктің жеке қайғысы мен репрессия жылдарындағы күйзелісі де осы ашаршылықтан басталған ұлт трагедиясының жалғасы ретінде көрінеді. Осылайша ашаршылық шығарманың негізгі арқау болмаса да, оның тарихи мағынасы мен эмоционалдық салмағын арттыратын маңызды көркем элемент ретінде бейнеленген. Келесі сұрақ ол бізде шығарманың негізгі идеясы не? Автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Қабдеш Жұмаділовтің бұл шығармасы 1930-50 жылдардағы сталиндік репрессия кезеңіне арналған. Сол дәуірдегі қазақ зиялыларының тағдыры арқылы ұлттық трагедияны бейнелейді. Шығармада академиктің жеке қайғысы мен көз жасы тек оның өз трагедиясы емес, сол кезеңде қуғын-сүргінге ұшыраған бүкіл қазақ зиялыларының білім мен ғылымға адал қызмет еткен адамдардың тағдырын білдіреді. Академик өз өмірін ғылымға, халқына арнаған, бірақ әділетсіз саясат оның еңбегін аяқ асты етті. Оған жаламен айып тағып, тергеу мен қысымға ұшырайды. Абырой болған осы ойыма бір дәлел ретінде шығармадан кішігірім үзінді оқып берсем. Абырой болғанда алаш қайраткерлері дер кезінде құртып тындық. Әйтпесе бас асаулық танытып, бой бермей кетуі де мүмкін еді. Енді міне қазақ оқығандары тағы да бас көтере бастады. Мұндай қатердің алдын алмаса болмайды. Демек, тағы бір науқанның кезегі келіп тұр. Оны ұлтшылдыққа қарсы күрес дейсің бе,
тарихи еңбектерді маркстік лениндік тұрғыдан қайта қарау деп атайсың ба, қай-қайсысы да жарап тұр. Басын бастап берсең, одан ары шолақ белсенділердің өздері-ақ дүрілдетіп алып кетеді. Күрес әдістері сол баяғыдай: ел ішінде ала ауыздықты өршіту, зиялыларды бір-біріне айдап салу, қысқасы таланттарды талантсыздарға талату. Талай бас асауды жуасытқан отаршыл идеологтар мұндай айлы тәсіл жағына барынша мәттақым болатын. Сонымен қатар шығармада автор бірнеше маңызды мәселелерді көтереді. Біріншіден, әділетсіздік пен қуғын-сүргіннің салдары адамдардың өмірі мен абыройын талан-таражға түседі. Қоғамдағы моральдық және тарихи рухани қоғамдағы моральдық және рухани күйзеліс айқын көрінеді. Екіншіден, қазақ зиялыларының тағдыры ел үшін еңбек еткен, ғылым мен мәдениетті дамытуға барын салған зиялылардың әділетсіздікке ұшырауы, олардың қоғамдағы орнын жоғалтуы. Үшіншіден, рухани трагедия мен моральдық сынақ. Адам өз намысы мен адамдық қасиетін сақтай ала ма деген сұрақ қойылады. Репрессия мен қорқыныш жағдайында адамдық құндылықтың орны мен мәні ашылады. Төртіншіден, автор тарихты ұмытпау және өткен қасіретті есте сақтау мәселесін қозғайды. Яғни оқырманға сол кезеңнің салдарын түсіндіру арқылы сабақ алуға шақырады. Шығарма академиктің жеке трагедиясы арқылы адамдық, ұлттық және ғылыми құндылықтардың қадірін, әділетсіздікке қарсы тұрудың қиындығын, сол кезеңдегі қоғамның ауыр жағдайын терең ашып көрсетеді. Автордың басты мақсаты оқырманға тарихты ұмытпау қажеттігін, зұлмат жылдардың адам тағдырына тигізген әсерін жеткізу және адамдық қасиетті білім мен ғылымға адалдықты насихаттау. Келесі сұрақ: шығарманың бас кейіпкерлері кім? Олардың бейнесін сипатта. Шығармадағы басты кейіпкер ол Қаныш Сәтбаев. Шығарма жалпы сол Қаныш Сәтбаевтың өмірінде басынан өткен оқиғалар туралы, Қаныш Сәтбаевтың өмір баянының төңірегінде жазылған болатын. Шығармадағы бейне қазақ ғылымына, білім мен мәдениетке адал қызмет еткен зиялы қауымның символы. Академик өмірін ғылымға арнап, елдің болашағы үшін еңбек етеді. Ол тек жеке мүдде үшін емес, халыққа қызмет етуді өмірлік миссиясы деп санайды. Академиктің мінезіне келетін болсақ, яғни сол шығармада жазылған Қаныш Сәтбаевтың мінезі туралы айтатын болсақ, адамгершілікке, моральдық тұрақтылыққа және әділеттілікке беріктік. Яғни қиын жағдайда адамдық қасиетін сақтауға тырысады. Жаламен айыпталу, тергеу және билік қысымына төтеп бере білетін. Шығармада оның көз жасы мен ішкі күйзелісі тек жеке трагедия емес, сол дәуірде репрессияға ұшыраған қазақ зиялыларының жалпы трагедиясын бейнелейді. Символикалық мәнінде академик бейнесі, яғни Қаныш Сәтбаев сияқты тұлғалардың ғылыми еңбегі мен ұлттық жауапкершілігін көрсету, адамдық пен ғылымға адалдықты дәріптеу. Автор осы кейіпкер арқылы әділетсіздік пен репрессияның зиялыларға тигізген салдарын, адамдық қасиетті сақтаудың қиыншылығын және ұлттық сана сезімнің маңызын ашады. Келесі сұрақ: шығармада қандай салт дәстүрлер мен рәсімдер сипатталады? Бұл шығармада басты назар репрессия мен зиялы қауымның тағдырына аударылғанымен, кейде қазақтың салт дәстүрлері мен қоғамдағы моральдық құндылықтары арқылы кейіпкерлердің мінезі мен рухани ахуалы ашылған.
Шығармада академик пен оның әріптестері арасында қарым-қатынаста қазақ халқының қонақжайлығы және сыйластық дәстүрі байқалады. Олар бір-біріне көмектесуге, қолдау көрсетуге тырысады. Бұл ұлттық дәстүрдің символдық көрінісі. Сонымен қатар шығарманың кейіпкерлері өз отбасы мен қоғам алдында әдеп, адамгершілік және моральдық жауапкершілік сезімін сақтайды. Яғни қиын жағдайлар мен әділетсіздікке қарамастан адамдар адамдық қасиетін жоғалтпайды. Репрессия мен ашаршылық сияқты тарихи қиын кезеңдерде кейіпкерлердің бір-біріне қолдау көрсетуі, қиыншылыққа төтеп беруі қазақ қоғамындағы бірлік, қайырымдылық және адамдар арасындағы сенім дәстүрлерінің көрінісі ретінде берілген. Шығармада нақты той, төр, қонақасы немесе басқа рәсімдер бейнеленбесе де, қазақ халқының рухани мәдениеті мен моральдық құндылықтары, адамның адамдық қасиетін сақтау дәстүрі басты тақырып ретінде көрінеді. Академиктің ғылымға, білімге және халқына адалдығы, әріптестермен қарым-қатынасы, отбасы мен қоғам алдындағы борышын орындауы осы салт дәстүрлердің көркемдік бейнесі болып табылады. Осылайша шығармада салт дәстүрлер мен рәсімдер тікелей көркем эпизодтар ретінде баяндалмаса да, қазақ халқының рухани мәдениетін, моральдық қағидаларын, адамгершілік пен сыйластықты көрсету үшін маңызды құрал ретінде қолданған. Келесі сұрақ: осы шығарманы оқып шыққаннан соң сіз өзіңіз үшін қандай танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Қабдеш Жұмаділовтің бұл шығармасын оқып шыққаннан кейін мен үшін бірнеше маңызды танымдық жаңалықтар ашылды. Яғни біріншіден 20 ғасырдың 30-40 жылдарындағы сталиндік репрессияның қазақ зиялыларына, яғни ғылымға және мәдениетке тигізген әсерін бұрынғыдан нақтырақ білдім. Академиктің тағдыры арқылы мен жаламен айыптау, тергеу, билік қысымы сияқты әділетсіз саясаттың адамның психологиясына, рухына қалай ауыр әсер ететінін көрдім. Екіншіден, шығарма мені адамдық қасиеттердің, яғни ғылымға адалдықтың және ұлттық жауапкершіліктің маңызын түсінуге итермеледі. Қиын жағдайда да академиктің моральдық тұрақтылығы, адамгершілігі мен әділеттілікке беріктігі тұлғаның жеке қасиеттері ғана емес, бүкіл қоғамның рухани күшін көрсететінін байқадым. Үшіншіден, мен үшін маңызды жаңалық тарихи шындықты көркем шығармашылық арқылы жеткізу тәсілі. Жұмаділов тек фактілерді баяндап қоймай, кейіпкердің ішкі сезімдері мен рухани күйзелісін көрсету арқылы тарихи оқиғаны тереңірек түсінуге мүмкіндік берді. Осы арқылы оқырманға тек өткен тарихты білу ғана емес, соның салдарын түсіну, адамгершілік сабақ алу да маңызды екенін түсіндім. Сондықтан бұл шығарма маған тек тарихи деректерді емес, адамдық қасиет, моральдық шешімдер мен ұлт үшін қызмет ету идеяларының құндылығын терең сезіну мүмкіндік берді. Келесі сұрақ: кітап оқу кезінде қандай көңілде, сезімде болдыңыз? Шыны керек, кітапты оқыған кезде әртүрлі эмоциялар биледі. Сол туралы толығырақ айтатын болсақ, академиктің тағдырын, оның өмірін ғылымға, білімге арнағанын және сол үшін әділетсіздікке ұшырауын оқыған сайын ішінде қайғы мен өкініш жаныңды тебірентеді екен. Шығармадағы жаламен айыптау, тергеу мен билік қысымы адамдардың өмірін қалай қиып, рухын қалай сындырғанын нақты көрсетеді. Бұл оқырманға терең әсер етеді. Мен кейде академиктің жағдайын ойлап, сол дәуірде өмір сүрген зиялылардың қайғы қасіретін өзім сезінгендей болдым.
Сонымен қатар академиктің адамдық қасиетін, моральдық тұрақтылығын және ғылымға, елге адалдығын сақтау әрекеттерін, яғни Қаныш Сәтпаевтың сол ұлты үшін жанын беріп қызмет еткендігін көрген кезде менің бойыма рухани шабыт келді. Сол қиындықтарға қарамастан өзінің принциптерінен, әділеттілік пен адамдық қасиеттерінен айнымай халыққа және ғылымға қызмет етуді жалғастыруы мен үшін үлгі болды. Шығарма оқырмандары тек эмоцияға бөлмей тарихи ойға жетелейді. Сталиндік репрессия мен қуғын-сүргіннің зиялыларға, қоғамға тигізген зиянын көріп, мен өткен тарихты ұмытпау, әділетсіздікке төзбеу және адамдық құндылықтарды бағалау қажеттілігін терең түсіндім. Академиктің ішкі күйзелісі, көз жасы, рухани трагедиясы мені ойға қалдырды. Адам өміріндегі әділет пен адалдықтың қаншалықты маңызды екенін сездірді. Сонымен қатар шығарманың көркемдік тәсілі, кейіпкерлердің ішкі психологиясын ашу, оқиғаларды эмоционалды әсері мені оқуға тартып, тарих пен адам тағдырын жан-жақтан сезіну мүмкіндік берді. Кітапты оқып шығу барысында менде бір жағынан қайғы-қасірет сезімі, екінші жағынан рухани шабыт, адамдық қасиетке құрмет пайда болды. Жалпы бұл шығарма менің тарихты, адамгершілікті және ұлттық құндылықтарды түсінуіме елеулі әсер етті. Келесі сұрақ: бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Мен бұл кітапты достарыма және жақындарыма бірнеше себеппен ұсынамын. Шығарманың басты құндылығы тарихи шындықты көрсету және өткен дәуірдегі әділетсіздікті ұмыттырмау, яғни есте сақтау. Кітап арқылы оқырман Сталиндік репрессияның зиялыларға, ғылымға, мәдениетке тигізген ауыр зардаптарын түсінеді және сол кезеңнің трагедиясын сезінеді. Бұл тарихтан сабақ алу үшін өте маңызды. Сонымен қатар жаңадан өсіп келе жатқан жаңа ұрпақтарға тарихымызды көрсету үшін, яғни қазақ ұлты, яғни қазақ халқының зиялылары, біздің ата-бабаларымыз қандай қиыншылықтан өткендігін көрсету, түсіндіру мақсатында бұл таптырмас өте құнды кітап деп ойлаймын. Қаныш Сәтпаевтың осыншама қиыншылықтарға қарамастан өз принциптерінде қалуы, яғни ұлт үшін жанын беріп қызмет еткендігі, бұл әрбір ұрпақ білуге тиіс деп ойлаймын. Келесі: өзіңе ұнаған кітаптан 2-3 үзінді оқып беру. Менің оқитын бірінші үзіндім бірінші бөлімнен алынған. Қазақта тілеп алған аурудың емі табылмас деген нақыл бар. Осы қужақты күн көсем Сталиннен ат түйедей қалап сұрап әкелген өзіміздің әсіре төңкерісшіл большевиктер 1925 жылы сәуір айында Тұрар Рысқұлов Сталинге өлердегісін айтып хат жазады. Бізге қазан төңкерісінің шарапаты әлі жеткен жоқ. Қазақ байлары қаз қалпында. Алашорда сілімтіктері қайтадан бас көтере бастады. Қазір Алашорданың Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов сияқты идеологтары Ташкентте шығатын Ақжол газетінің төңірегінде топтасуда. Мүмкін болса, осы Ақжол газетін жауып тастасаңыз екен, деп өтініш білдірген. Бұрын қандай оқу орнын бітіріп едіңіз, деп сұрайды ол көсем. Бар болғаны мұғалімдер семинариясын бітіргем, дейді Сейфуллин. Большевиктер үшін бұл аз білім емес, менің де бітіргенім семинария ғана, дейді Сталин. Біз сіз оқимын дегенді қойып, елге қайтыңыз, тәжірибелі кадрлар ол жаққа да керек. Ал байлар мен ұлтшылдардың күш ала бастағанына келсек, жақында сіздерге басшылыққа бір адамды жібереміз. Сол адам байлардың да, ұлтшылдардың да жынын қағып алады, дейді ол көсем мұртының астынан жымия күліп. Бәрі де сол Сталин айтқандай болды. Май сұрасаң міне құйрық дегендей, сол жылы қыркүйек айында Қазақстанға басшы болып Қужақ Голощекин келді.
Ол өзінде отан да жоқ, иман да жоқ, бұралқы ит үркенімен жағады дегендей ылғи да асыра сілтеумен көзге түсіп жүрген ылжи-революционер болатын. Қазақстанға келді де ел ішін алатайдай бүлдірді. Жарайды, арнайы тапсырмамен бір безбүйрек белсенді келді дейік. Егер ол берекесі берік, ұжымы тұтас айрандай ұйып тұрған тату-тәтті елге келсе, бір өзі не істей алар еді? Қанша қатыгез, қанша суық болса да болашағын болжайтын саналы жұртқа түк те істей алмас еді. Сол қу жаққа ерік берген, сыр алдырып басындырған тағы өзіміз. Голощекин келгенде соған жағынып, бірінің үстінен бірі шағым айтқан қазақ бір ай бойы есігін босатпапты ғой. 300-дің атқамінерлері бірін-бірі жамандап, кім ұлтшыл, кім байшыл, кім діншіл, кім түрікшіл және жікпе тізгендей көрсетіп берген. Осындай сорақылықты көргенде талайды бастан өткерген қу мүйіз Голощекиннің өзі таңғалған деседі. Тоба, мұндайда надан, мұндайда ашқауыз, мұндайда есалаң халық болады екен, деп қарқылдап күліпті. Оның үстіне дәл осы мезгілде Сәкен Сейфуллиннің «Тар жолдағы кешу» атты ғұмырнамалық кітабы шыға қалмасы бар ма? Бұл кітапта кім байшыл, кім алашшыл, кім совет үкіметіне қарсы түп-түгел жазулы тұр. Голощекиннің бұл кітапты қолма-қол орысшаға аударып, оқулық құрал ретінде пайдаланған. Міне сол кіші қазан төңкерісінің нәтижесі. 6 миллионнан асатын қазақтың қақ жарымы аштан өлсе, тағы 1 миллионы шекара асып, жақын шетелдерге ауып кетті. Есіл дерті жезқазғанның мысына ауып кеткен Қаныш Сәтпаев қоғамда не болып жатқанын дер кезінде қадағалай алған жоқты. Бір басыңды қайсысыңа тартасың, жердің астына үңілсең, үсті назардан тыс қалады. Енді міне айналаңа көз салмасқа, қасіретке куә болмасқа лажың жоқ. Бүкіл Жезқазған даласы, Ұлытау өңірі, Жезді мен Қарсақпай төңірегі аш-аламан жұртқа толып кетті. Осы жақта кен қазушылар бар, өндіріс орны бар дегенге қара тартып келген ғой байқұстар. Жұмысқа қалуын сұрайды. Бір жапырақ нанға, бір аяқ асқа көздерін сатып алақан жаяды. Қаныш бірнеше жерден тайқазан астырып, көже істетіп аштарға күніне бір уақыт нәр татырған болды. Бірақ кеншілерге бөлінген азық-аулақ дәнмен қанша адамды асырайсың? Зауыт маңы, кен қазған шахталардың төңірегі аштан бұралып өліп жатқан адамдар. Әр жерге орақ қаздырып, өліктерді жинап, көмдіруде біраз күш кетеді. Яғни бұл өзіден оқығандай алаш зиялылары, яғни Қазақстанның, қазақ ұлтының тәуелсіздігіне, қазақ ұлтының оянуына ұмтылған болатын. Алайда қазаққа жау тек қана қазақ дегендей, сол тұста Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин сияқты алаштың зиялылары бір-біріне, яғни қарсы шығып, бір-бірінің аяғынан шалуға барынша тырысады. Екінші үзінді халық жаулары мен, яғни ол 7-ші бөлімнен алынған. Халық жаулары мен ұлтшылдарды іздеу гуманитарлық саламен шектелмей, ақырын аяңдап жаратылыстану ғылымдарына да келіп жетті-ау. Ақыры қауіпің неден болса, ажалың содан дегендей көп ұзамай Сәтпаевтың өз басына да бұлт үйіріле бастады. Геолог ғалымдарды шетінен тергеп, оның үстінен материал жинай бастапты. Бір күні кешкі апақ-сапақта қарт академик Николай Григорьевич Кассин келді бұлардың үйіне. Өзіңде өң түс жоқ, аяғын тәлтіректей басып әрең кірді. Қазақтың жер қыртысын геологиялық картасын жасаушы үлкен ғалым, сол үшін КСРО мемлекеттік сыйлығын алған. Сөйтсе Мәскеуден келген мемлекеттік комиссия бұл кісіні де қатты қысып тергеуге алыпты. Сәтпаевтың Қарсақпай мен Атасу темір кендерін барлауды қасақана кешеуілдетіп мемлекетке зиянкестік жасағаны рас па, деп сұрайтын көрінеді. Кассин бұл жалған деп жауап берді әрине. Онда бұл іске айғақ болатын тағы кім бар, соны айтыңыз деп одан ары қысатын көрінеді. Ал мен мұндай пысықтыққа қалай барам? Жасымда айтпаған өтірікті қартайғанда қалай айтамын? Мен білетін бір ғана Сәтпаев бар. Ол жай қатардағы геолог емес, данышпан, кен іздеуші, дейді Кассин аузы сөйлеуге әрең келіп.
Біразға дейін ауыздан орағытып жасырын жайылған тор ақыры жарыққа шықты. Мәскеуден жіберілген мемлекеттік комиссия енді тікелей Сәтбаевтың өзін тергей бастады. Алдын ала қағазға түртіп дайындап әкелген сұрақтары бар. Мәскеуліктер біле бермейтін осындағы қазақ жансыздары тімтініп жүріп тауып берген пәлелі сұрақтар. Сіз бидің баласы, қажының немересі көрінесіз, бірақ партияға өтерде тегіңізді жасырып, осының бірін айтпағансыз. Неге олай? Дейді қандауырдай қадалып. Тексеріп көріңіздер, мен өмірбаянымда ештеңе жасырған емеспін. Менің ата тегім партияға өтерде арызымда да анық жазылған, дейді Қаныш Имантайұлы. Бірақ оған мән беріп анықтап жатқан ешкім жоқ. Сенің шын сөзіңді де өтірікке балап аққа қараны жапсыра береді. Осылардың төркін тегін жақсы білетін Қаныш әуелден-ақ коммунист болуға құштар емес-ті. Ешқазғанда бас барлаушы болып жүрген кезінде де сондағы бастауыш партия ұйымы мұны мүшелікке алуға құлшынған-ды. Сонда да Қаныш өзінің ата тегін айтып мүшеліктен бас тартқан. Қаныштың бидің баласы, қажының немересі екенін білген соң ондағы белсенділер де бастапқы беттерінен қайтып қолқалауды қойған. Көрдіңіз бе, олардың қатарынан байдың тұқымы, бидің баласы, жалпы тектік кісі өте алмайды. Демек, большевиктер партиясының кімдерден құралғанын осыдан-ақ біле беріңіз. Көпшілігі кедей-кепшік, уызында жарымаған ұры-қары, өзгенің байлығын да білім қабілетін де көре алмайтын, қолына түссе өзінен артық қорлағысы келіп тұратын кекшіл тобырлар. Қаныш партия мүшелігіне 1944 жылы 45 жасында өтті. Онда да өтейін деп өтіп пе, академиялық президентті міндетті түрде коммунист болуға тиіс деп зорлап өткізген. Менің тегім жат, сендердің шарттарыңа толмайды дегеніне қараған жоқ. Қажет кезінде өз ұстанымдарын беліне баса салған. Ендігі істеп отырғандары мынау. Қаныш бейне бұлардың партиясына ұрланып өткен жат пиғылды біреу сияқты. Сіз кезінде Алаш партиясына мүше болыпсыз ғой, демек ұлтшылдық дертімен жас кезіңде алға ора бастағансыз. Солай ғой? Жоқ, бұл да жаңсақ пікір, дейді Қаныш бірден тойтарыс беріп. Жаңсақ болатыны 1917 жылы Алаш партиясы құрылғанда мен Семейдегі семинарияда оқып жүрген 18-дегі жасөспірім баламын. Және сол жылы өкпеме суық тигізіп емделу үшін қырға шығып кеткенмін. Тіпті Алашпен араласатындай мүмкіндігім болған жоқ. Бірақ мұны да тыңдап жатқан кісі жоқ. Айтқан сөзің желге ұшқанмен бірдей, сені тыңдаған болып отырады, түк болмағанда келесі сұраққа көше салады. Осына бақ күндес белсенділердің атсалысуымен орталық комитеттің үгіт-насихат бөліміндегі Иван Храмков жасап берген сценарийдің сиқы осы тәрізді. Сіз өзіңіз ұлтшыл болмасаңыз, академияның институттарына кілең партия саясатына қарсы ұлтшылдарды қалай жинап алғансыз? Мәселен, Бекмаханов, Сүлейменов, Жұмалиев, Ысмайылов сияқтылар. Одан қала берсе, академияға кілең өзіңіздің жерлестеріңізді жинайтын көрінесіз. Жаңағы сіздер атаған адамдар академияға мен келмей тұрып жұмыс бастаған ғалымдар. Әрқайсының тарих пен әдебиетте өз зерттеу объектілері бар. Ұлтшыл дегенде олар бәріне ортақ бір ғана мәселеде қателесіп отыр. Бәрін сүріндірген 19 ғасырдағы Кенесары қозғалысы. Ұлы Отан соғысы кезінде патриоттық рухты ояту, бұрынғы өткен батырлардың аруағын көтеру керек болды. 1942 жылы орталық комитеттің майдандағы совет жауынгерлеріне қаратқан үндеуінде сіздерді Исатай мен Махамбеттің, Кенесары мен Наурызбайдың аруағы қолдасын деген сөздер бар. Ал біздегі ақан жазушылар мен тарихшылар осы ұранға өз тарапынан үн қосты, деді Сәтбаев тергеушілердің жапсырын кінәларын кері қағып. Ал жерлестеріңді академияға жинапсың дегенге айтарым, ол айтып отырғандарыңыз Әлкей Мағұлан, Шафиқ, Щекин, Бектұров сияқты академиктер шығар. Әсілі бұлар да академияға менен бұрын келгендер, және бұлардың еңбектерінсіз бұл күнде академияны көзге елестету мүмкін емес. Әйтеуір хаттамада жазылып қалсын демесеңіз, бұл сөздерді де көңіл қойып тыңдап отырған ешкім жоқ. Тергедік, тексердік, анықтадық деген аты ғана. Яғни өзімден тыңдағаныңыздай, Қаныш Сәтбаевты алғашында Қаныш Сәтбаевтың бірге зерттеулер жүргізген досын тергеп, досын қыспаққа алады. Яғни Қаныш Сәтбаевты сатып кету үшін барынша қысады, бірақ
қолынан түк келмегеннен кейін Сәтпаевтың яғни өзін тергеуге алады. Яғни бұл тергеуде өздері ойдан құраған сценарий мен өтірік жала жабатын провокационный сұрақтар қойып Қаныш Сәтпаевты барынша кінәлі етіп көрсетуге тырысады. Келесі үшінші үзінді ол 9-шы бөлімнен алынған. Қысқасы, Қаныш Имантайұлының көп жылғы еңбегінің қорытындысы саналатын ғылыми нәтиже академиктің атын әлемге бір-ақ шығарып еді. Кеңес өкіметі де коммунистік партия да өздерінің Сәтпаев туралы тым үстірт ойлап келгенін енді түсінгендей болды. Қаныш Имантайұлының төтенше еңбегі сол жылы-ақ лениндік сыйлықпен аталып өткен. Бұл туралы академияның іс басқарушы Нечитайло мынадай естелік қалдырыпты. Алматыға келген бір сапарында Хрущев Қаныш Имантайұлын арнайы шақырып әңгімелескен екен. Әңгіме барысында Никита Сергеевич өткен жылы Булганин екеуі Англияға барғанда сол елдің премьер-министрі Антони Иден академик Сәтпаевты ерекше ауызға алып, ондай әлемге танылған тұлға біздің елде өте сирек депті. Ал Хрущев пен Булганин Қаныш туралы ештеңе айта алмай қатты қысылса керек. Бүгін танысуға шақырған себебі сол екен. Ал қазір үкіметке қоятын қандай талабыңыз бар жағдай жасалады депті мемлекет басшысы. Сәтпаев ешқандай талап қоймай рахмет айтумен шектелген. Әйткенмен сол жолы Қаныш Имантайұлының лениндік сыйлықты өге салуына осы кездесудің оң әсері деуі ғажайып емес. Айтпады. Бұл кезде қиындық атаулы артта қалып, академик Сәтпаев өмірдің жаңа белесіне көтеріліп еді. Өзінің үзілді кесілді бас тартқанына қарамастан 1955 жылы ғалым академиясының президенті қызметіне оны қайта отырғызады. Бұл мезгілде Қаныш Имантайұлы алмаған атақ та, сыйлық та, марапат та жоқ та деуге болады. Ол кеңестер одағының ең жоғары марапат Ленин орденінің өзін 4 рет алған екен. Лениндік сыйлықтың мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, КСР жоғары совет және КСРО жоғары советінің неше дүркін депутаты. Алайда ол өмірдің соңғы жылдарында лауазымды қызметке де, атақ дәрежеге де бағынбай құлшыныс танытуды қойған. Бәрін көрген, бәрін бастан кешкен сияқты. Бұл өмірдің ащысын да, тәттісін де бір кісідей татыпты. Жалған дүниенің күліп тұрған бетінде түсін суыққа салып теріс айналған ту сыртын да көріпті. Қай кезеңде де сол баяғы өгей өмір, баянсыз тағдыр, өз еркің өзіңде жоқ. Қайда барсаң кіріптарлық, бай болғаның үшін де, би болғаның үшін де жазықтысың. Тегінде халқың азат болмайынша, ұлттың бақыты болмайынша жеке адам қанша шарықтап өскенмен бақытты болмайды екен. Пайғамбар жасына келген Қаныш Имантайұлының бір түсінген нәрсесі осы. Жазмышқа нешара Қаныш Имантайұлы пайғамбар жасы 63-тен аса бере әлдебір жазылмас дертке шалдықты. Дәрігерлер оны рак деп атайды екен, қазақшасы даусыз. Бұл дерттің неден пайда болатынын, оның емі бар дауысын әзірше ешкім ойлап тапқан жоқ. Не үшін екен, әйтеуір осы ауруға бізді қазақ көбірек ұшырайды. Соған қарағанда бұл бодадық дерті болса керек. Бір ғажабы, дәрігерлер сырқаттың атын айтқанда Қаныш басқалар құсап үрке қорқып кеткен жоқ. Ештеңе болмағандай салмақты сабырмен қабылдады. Шындығында келгенде бұл көрмеген жақсылық пен жамандық қалмапты ғой. Енді өлімнің де кезегі келген шығар. Дерттің бет алысын отбасына айтып үрей салған жоқ. Асықпай қолжазбаларын реттеп, қағаздарын түгендеді. Күзге қарай жезқазған Қарсақпай жезді өңірде барып, жас кезінде еңбек еткен жерлерін тағы бір рет көзден кешірді. Қарсақпайда тас өңдеуші шеберлер әзірлеген қабір басына қоятын құлпытас бар. Соны алып